Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерменен цифра түрінде, яғни сан түрінде жасалатын красный бархат тортын әзірлейтін боламыз. Бұл торт әрине кез келген мерекелік кештердің сәнін келтіретін және де өте дәмді болып шығатын торттардың бірі. Ал енді тортымызды әзірлеуге кірісейік. Ең алдымен тортымызға керек заттарды дайындап аламыз. Керек заттардың мөлшерлемесін мен астында описанияда қалдырдым. Ең әуелі айранымызға 1 шай қасық ас содасын салып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Кейін құрғақ ингредиенттеріміз, яғни ұн, разрыхлитель, какаоны біріктіріп араластырып аламыз. Кейін таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны және де үстіне қантымызды салып, жақсылап миксердің көмегіменен аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Одан соң сұйық ингредиенттеріміз, яғни айранды және де сұйық майды құйып, шамамен 10-15 секундтай миксерлеп аламыз. Одан соң құрғақ ингредиенттеріміз, яғни ұнды, какаоны және де разрыхлительді араластырып, ситадан, яғни електен өткізе отырып қосамыз. Және де барлығы біркелкі масса болып біріккенше миксерлейміз. Одан соң шамаменен 1 немесе 2 шай қасық пищевой красительден қосып, қанық қызыл түс шыққанша жақсылап миксермен араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қоюлығы осы видеода көрсетілгендей болуы қажет. Яғни қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Енді осы қамырымызды кондитерлік қалташаға құйып аламыз. Кондитерлік қалташаның ұшын шамамен 2-3 мм етіп кесіп тастаймыз. Бізге сан шығару үшін осындай трафарет қажет. Оны кез келген кондитерлік магазиндерден сатып алсаңыздар болады, немесе А4 парақшасынан өздеріңіз қолдан жасап алсаңыздар болады. Енді видеода көрсетілгендей қамырымызды осылай санның бойыменен құйып шығамыз. Және осы қамырымызды алдын ала 200-250 градуста қызып тұрған пеште шамамен 3-4 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Артылған қамырдан торттың бетін әсемдеуге арналған кішкентай печеньелер жасап аламыз. Мінекей біздің корждарымыз пісіп шықты. Ендігі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге майлылығы 33% сливки, творожный сыр және де қант қажет болады. Ең алдымен сливкимізді ыдысқа құйып, жақсылап қоюланғанша миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант салып, дәл солай миксерлейміз. Соңғы кезекте творожный сырды қосып, жақсылап қою масса шыққанға дейін миксерлейміз. Міне біздің креміміз дайын болды. Кремнің арасындағы ауасын шығару үшін осылай 1-2 рет араластырып аламыз. Ендігі кезекте кондитерлік қалташаның ішіне насатканы салып, үстіне кремді салып шығамыз. Креміміз дайын. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп, корждардың үстіне орналастырамыз. Дәл осындай реттілікпен екінші және үшінші корждарында орналастырып, араларына кремдерін жағып шығамыз. Ал артылған кремді осындай печеньелеріміздің ортасына жағып шығамыз. Ол біздің тортымызды әсемдеуге қажет болады. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлеп шықсаңыздар болады. Мінекей біздің өте әдемі, дәмді тортымыз дайын болды.
Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, келесі жолы шығатын видео рецепттерді сіздер бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Асем.